Құрметті астаналықтар, құрметті ағайын, біздің Астанада жаңадан ашылған медицина орталығы бар міне. Алтын ине шығыс медицина орталығы деген ашылды. Бөкейхан көшесінде екінші үй ЖК Ишим деген жерден ашылды міне. Өте сондай керемет жақсы орталық. Мен өзім 3 күннен бері міне ем алып осы жерден жақсарып кетті міне. Әртүрлі адамның жағдайына байланысты өзі ем қабылданады. Бұл жерде кәдімгі керемет бір мына Қытай мемлекетінен келген мамандар жұмыс істейді. Оның ішінде ең басты бұл клиниканың құнды сондай бір керемет дәрігері, мына менің қасымда отырған Лю деген азамат. Бұл кісі 7 атадан бері өзінің үлкен текті сондай бір шөппен емдейтін қасиеті бар емші екен. Бұны енді сирек кездесетін нәрсе бұл шындығына. Бұл жерде өте бір жақсы бір мамандар бар. Назигүл деген маман, мына ине басқа да бір Қытайдың әртүрлі тәсілдерімен емдейтін. Қасында отырған мына кісі міндетті түрде тамырымен диагноз қояды екен. Тіпті кейбір азаматтар қазір келіп емдеу емес, әуелі диагнозын қойып кетіп жатқандар бар, ақшасын төлеп. Себебі ол ең бірінші ауруды емдеу үшін бірінші диагнозды дұрыс қою керек қой. Сол нағыз диагноз қоятын кісі мына кісі міне. Сол тамырды ұстап диагнозды айтып береді, қай жерің ауырады, қалай емдеу керек, не істеу керек. Бұлардың емдеудің бәрі тәсілі шөп көбіне. Әлгі химия, басқа да бір нелер жоқ, физиолечение, сосын жаңа шөппен емдейді бұл кісілер. Шөпті өздері специально лабораториясы бар, осы клиника ішінде мен көрдім, лабораторияның ішінде шөпті жақсылап тұрып даярлайды, өзінің кәдімгі бабына келтіреді, емдеу кәдімгі дәрі шығарып сол шөптен. Сосын сол шөппен кәдімгі жақсылап тұрып емдейді. Дәрі ретінде береді, бұлай емдейді, әртүрлі тәсілді қолданады.